жылы естеріңізде Совет үкіметі құлап жатыр, иә? Қоғам бір дәуірден екінші дәуірге өтіп жатыр. Сол екі дәуірдің қақтығысында көптеген адамдарға үлкен мүмкіндік болды. Яғни бір жәшік майды базардың бір бұрышынан алып, екінші бұрышына екі есе сатып жіберетін мүмкіндік болды. Кімнің жасы 50-ден асты, соны естерінде. Неге олай болды? Өйткені қоғам түбегейлі өзгеріске ұшырап жатты. Мүлде басқа қоғамға ауысып жатыр. Ал енді қараңыз. Бейнелеп айтқан кезде банк жүйесінде Совет үкіметі құлап жатыр. Яғни дәстүрлі банк жүйесінен, әсіресе халықаралық аударымдарда свеп жүйесінен ончейн жүйесіне ауысып жатыр. Яғни бүкіл банк жүйесін Совет үкіметі десек, сол құлап жатыр. Сол екі қақтығыстың ортасында тектоникалық плиткалардың өзгерісі сияқты. Сол жерде үлкен мүмкіндіктер туады. Соның басында маржа көбейеді. Совет үкіметі құлаған кезде 91-ден 2000 жылдардың басынан кейін кезілген кәсіпте маржа өте жоғары болды ғой. Содан кейін азая берді. Өйткені қоғам қайтып қалыптасқан кезде, орнына келген кезде маржа әрқашан да аз болады. Ал бұл жерде 10 чейінге өтіп болған жоқ қой. Қазір маржа өте көп болады да, 10 чейінге өтіп кеткеннен кейін бәріне кезілген бұрыштағы бала адам криптовалютамен төлей салайын деп туатын заман болған кезде, ол кәдімгі үйреншікті нәрсе болады. Ондай жағдайда бірақ маржа да төмен болады. Сондықтан сіз белгілі бір компанияға салмайсыз. Халық банктің акциясын алдым, Каспийдің немесе Apple'дың акциясын алдым дегенсе, сіз бүкіл жүйенің өзгерісіне ақша саласыз ғой. Міне, бұл жердегі ең қызық нәрсе сол. Сіз жүйенің өзгерісіне ақша салып жатсыз. Бүкіл банктердің жүйесі өзгерістің алдында тұр. Ол банктер жаман деген сөз емес. Қазіргі заман талабына сәйкес банк жүйесі өзгеріп жатыр. Бағана бері құлағым шалып қалып жатқан бірінші сұрақ, бұл пирамида ма деп сұрап жатыр ғой, өте дұрыс сұрақ. Көптеген адамдар пирамида арқылы аузы күйді қанша ақшасынан жоғалтты. Иә, бұл пирамида болатын еді, егер мен бір майнингке ақша салдым, яғни программный обеспечение сатып алдым. Басқа адамдар сол майнингке ақша салған кезде менің үлесім көбейетін болса, онда ол пирамида болады деді. Ал бұл жерде көзіміз жеткен нәрсе, басқа адамдардың майнингке ақша салғаны көбейген сайын, менің майнингімнің, менің үлестерімнен алатын үлесім азая береді. Міне парадокс, бірақ түсінетін адамдар сол үшін ақша салады. Онда шынайы майнинг. Егер сенің майнингің басқа адамдар көбейген сайын көбейсе, ол жерде бір қауіп бар деген сөз. Ол ертеме кешпе жарылады. Көпіршік болады деген сөз. Бірінші мәселе сол. Бұл жерде пирамида емес екендігі ол анық. Енді екінші, қазір ана токен, мына токенге саламыз деп жатыр ғой. Не пайдалы, сол өсетін заман келді. Ақша деген теңге, доллар, сом, солардың бәрі фиатты ақша. Крипто монеталардың ортасында тікелей көпір жоқ. P2P арбитраж деген бар, ол бірақ тікелей көпірге жатпайды. Ол жерде адамдар арқылы, USDT арқылы істейді. Бұл жерде сол P2P арбитражды алып тастап, яғни сен бір адамдарға ақша аударып болсаған бір криптовалюта аударып, ондай емес, тікелей моментальный аударымдардың жүйесі басталып жатыр ғой. Шет жағасын басталып кеткеніне 1 жылдан асты. Мен есімде ең алғашқы аударымға қатыстым 24 жылдың мамыр айының соңында басталған. Міне 1,5 жыл болды. Кейбір криптовалютамен айналысып жүрген адамдардың өзі, трейдерлер, криптовалютамен айналысып жүрген адамдар кімдер бізде? 99% спекулянттар. Бір жерден алып, бір жерден сатады. Арзанға алып, Құдайым қымбаттаса екен деп қымбаттағанды сатады. Бірақ криптовалютаның мағынасы ол емес. Криптовалюта о баста 2009 жыл 3 январда шыққан кезде ол спекуляция үшін адамдар арзаннан сатып, қымбатқа сатып байысын деп шыққан жоқ. Ол орысша айтқанда побочный эффект, қазақша айтқанда жанама әсер. Ол кейін ойлап табылып алынған дүние. Ал негізгі мағынасы мүлде басқа. Біз енді сол негізгі мағынасына ұмтылып, соны пайдалана білуіміз керек. Спекулянттардан одан кетуіміз керек, спекуляциядан. Арзанға сатып алып, қымбатқа сатып дұрыс. Бұл белгі бір мына мемлекеттікі десек те дұрыс, демесек те дұрыс. Өйткені оның себебі орталықтандырылмаған жүйе.
яғни белгілі бір мемлекетке тиесілі емес. Әрине фаундерлер Дубайда орналасқан, ақша аударымы, конвертация жүйесі Гонконг банк арқылы жүреді, верификация Сингапурдың банк арқылы жүріледі, кейбір төлем операциялары Чехословакияның ақша жүйесі бойынша жүреді. Қазір жаңа ЗБХ, жаңа бүкіл Евро одақтағы крипто ақша аударымдарын қадағалайтын, бағалайтын, регуляциялайтын сол жүйенің мика лицензиясын алды. Сондықтан бұл бір мемлекеттік деп айту қимайды. Мысалы, биткоин кімдікі? Россиянікі ма, жоқ, Канаданікі ма? Мысалы, эфириумды Виталий Битурин ойлап тапты. Ол өзі орыстың жігіті. Бірақ Канаданың азаматы. Бірақ эфириумды орыстың валютасы деп те, Канаданың валютасы деп айта алмайсың ғой. Эфириум бәріне ортақ. Міне тура бұл жерде сол сияқты. 2025 жылдың мамыр айының соңынан бастады. Сол кезде картаны ең алғаш пайдаланғандардың бірі болдым. Сол кезде бірнеше ай өтіп кеткен кәдімгі криптовалютамен тәжірибелі айналысып жүрген бір жігіт картаны алып отырып, енді осымен төлеп көрші десем, қойшым ба деді да, барып төлеп көріп таңғалып қалды. Сөйтіп енді банкоматтан 10 мың теңге болсын шығаршы осы криптовалютаңды теңге түрінде десем, ереке кімді мазақ қылып тұрсың дейді. Анау мүмкін емес та, анау жай адам емес, кәдімгі криптовалютамен 10 жыл айналысып жүрген адам. Сөйтіп бой бермей ертіп апарып, банкоматтан ақшасын шығартып едім, ана жерде таңғалып қалды. Сонымен айналып жүрген адам өзі таңғалып тұр ғой. Өйткені ол мүмкін емес нәрсе болатын оған дейін. Бұның основателі бар ма осы адамға? Енді криптовалютаның мен жаңағы спекулянттардың бәрінің білетін бір нәрсесі бар. Ол USDT. Ол оны инструмент ретінде қолданады, бірақ оның ар жағында кім тұрғанын біле бермейді. Рифкоинс деген бір американдық жігіт тұр. Ол кезінде Тезер компаниясын ұйымдастырып, ең алғашқы стейблкоинді шығарды. USDT доллардың крипто варианты. Бұл жерде орталықтандырылған банктың, орталықтандырылмаған банктың басқарма төрағасы негізін қалаушы сол Рифкоинс. Яғни USDT-дің бұрынғы қожайыны қазіргі DeFi-дің қожайыны деп айтуға болады. Бұны құрған кім? Енді Сахаров деген жігіт бірінші Рифкоинсқа барады, тағы да Необанкты құрған Роман Русов деген жігіт бар. Необанк деген жаңағы онлайн банктар. Солар арқылы бірігіп, жаңағы осы DeFi банктік жүйесін, банк емес, банкингтік жүйесінің негізін қалады. Жоқ, Необанк ол жүйе. Соның ішінде DeFi-дікі DeFi фундаменті. Жаңағы D1 деген ол бірінші банкингтік жүйе пайда болады. Басқа банктардың бәрі необанктар көп бола береді. Жалғыз бұл емес. Осылар DeFi-дің сет дейді криптовалютада. DeFi-дің жаңағы желісі арқылы соның фундаментінде ашылады. Картаның бұғатталмайтындығын туралы айтсаң керек. Тікелей бір мемлекеттік жүйеге бағынбайтындықтан картаның жаңа бұғатталуы жоқ. Мысалы, әрбір тіпті жаңа ЖСЕ-ні бұғатталып қалған адамдардың өзі бұл картаны аша алады. Ол деген сөз мемлекеттен қашу дегенді білдірмейді, салық төлеуден қашу дегенді білдірмейді. Бұл жерде табысыңның, таза табысыңның шығындалып тастағанда 10%-ын 270-ші форма бойынша мүлік салығында төлеуге міндеттісің. Оны төлеме дейтін нәрсе жоқ. Бірақ ол бұғатқа да жарамайды, бірақ әрине кезілген адам салығын төлеген бұл жерде дұрыс. Бірақ жағдайда бұғатталады, табуы мүмкін. Егер сен мемлекеттік тұрғыда кәдімгі терроризм мен жаңағы есірткіге қатысты қылмысың дәлелденіп, сұрау салынып, арнайы қызметтік хат Сингапурға жолданатын болса, ол да әрине бұғат